Бүгінгі таңда жергілікті әкімдікке жүгінген қарашы халықтың кейбір мәселелері сол жерде шешілудің орнына сот арқылы шешілу керек деген принцип қалыптасқан. Алайда бұл қағида дұрыс емес. Дәл осы тақырыптың айналасында сот судьяларының және қала ауылдық округтерінің қатысуымен дөңгелек үстел өтіп, бірқатар мәселелер талқыланды. Әкімдерді шақыру себебі осы біздегі көптеген іс осы кемшілік ретінде біз тауып отырмыз. Сол кемшілікті соларға атап өттік. Көптеген азаматтар сотқа жүгінбей сол жерде өз мәселелерін шешіп алса деп. Әкімдер өздері заң талаптарына сәйкес шешіп, ары қарай жұмыс жасасын деп біз өз бағытта түсіндірме ретінде мына жаңа осындай дөңгелек стол өткіздік. Жаңағы кез келген дауды егер өздеріңіздің құзырыңызда болса, сіздер де өздеріңіз шешсеңіздер болады. Бізге бір юристтен берілсе, жақсы болады. Тек қана осы АПК-мен қарап, енді ол жұмыстан ешкім қашпайды ғой. Бірақ дегенмен қиын өте үлгермейміз. Я понимаю, физически. Қазір қараңыз, сіз айтасыз, менің ауылдық округым үлкен аудандардан да халқының саны көп. Райымбек ауылдық округі. Егер әкім өзі шешіп атса ол мәселені, неге ол бізге келіп жүгіну керек? Әкімшілік рәсімдік кодексі сол мәселені қарастырды деп. Біз облыс әкімге хат жазамыз. Хатпен шығып ұсыныс ретінде, себебі ол біздің мәселелердің талаптарымыз бойынша қарау үшін заңгер керек. Сол себептен алдын ала олардың кемшілік жасамау үшін біріншіден юрист керек оларға, екіншіден заң талаптарға сәйкес өздері шеше, сол мәселені өзі шешіп берсе, оларға да жас.